Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен Асен формат, мен бүгін сіздермен үй жағдайында қалай свидетелік жасау керектігін көрсетемін. Әрине, бұл өз қолымыздан шығады, яғни өте оңай. Ол үшін бізге керегі заттар, яғни 9 вольттық крон, 5 миллиметрлік, яғни светодиод және де паяльник. Немесе паяльниктер кейбір адамдарда болмаса, онда термоклей болмаса, тіпті изолент болып тастауға болады. Ол және де ұзындығына қарай, яғни сым керек болады. Сымның басы екінші кронның өшіп қалған немесе заряды бітіп қалған кронның басына алынады, яғни соны алып паяльникте немесе жалғау керек сымды осыған басына. Кейін оны светодиодқа жалғаймыз, яғни плюсы және де минусына қарай. Светодиодтың себебі светодиодты катоды минусқа, анодын плюсқа жалғау керек болады. Себебі егер де қате жалғаса, онда ештеңе болмайды, бірақ та дұрыс жалғау керек сымды да. Міне көріп тұрғаныңыздай плюсті жалғаймыз. Кейін осыны, яғни кронның басына қайтып кигіземіз. Кейін барлық осы пайттегеннен немесе изолентлеп немесе яғни термоклейлегеннен кейін бізде осындай, яғни кішкентай қосқышы бар светильник пайда болады. Бірақ та осыған айырғыш керек болады, себебі әрбір кез, яғни айыру кезінде, яғни сіз қосып айыру азап қиындық тудыруы мүмкін, сондықтан айырғыш немесе басқаша включатель керек болады. Бірақ та қазір біздер көрейік, мысалы мына 9 вольтқа жалғап, қазір қосып көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, яғни светильник жақсы жасап тұр. Енді осыны кез келген заттың ішіне немесе тікелей өзін ұстап жүруге болады, немесе әдемілеп фонарик қылып алуға. Бірақ қазір менде бір ойыншық бар, соған ойыншыққа жалғап, ішіне кіргізіп көрейік. Кішкентай балаларға, яғни інілеріңізге немесе қарындастарыңызға, яғни ночник ретінде қолдана беруге болады. Осылай, яғни өте оңай жолмен светильникті жасауға болады. Кейін егер де түсін ауыстырам десеңіз, өздеріңіздің еркіңізде. Сіздермен болған Асен формат. Қош сау болыңыздар.